Болды жителдер, ұрыспасаңдар, не болып қалды соншама? Бір ауылда тұрасыңдар, не болды соншама? Болды ұрыспаңдар бұдан кейін. Біз ұрысып атқан жоқпыз ғой. Қалай ұрысып атқан жоқсыңдар? Кәдімгі ұрысып көріп тұрмын ғой мен. Ұнау ғой, мен нервім ашып атқан қарсайшы, күліп тұр қойшы, қарсы күліп. Мен одан сайын нервім ашып атыр. Күле бермесең не үшін қалағандарың істеңдер, кетіңдерші бар, не қыл жеріңдер. Осы жителдерді бір қуып кетеді, үстіп бар ғой, қазір деген ауа райы өте керемет болып тұр, бірақ шекін. Так, бәріңе сәлем достар, қалайсыңдар, сіздермен бірге мәттігедей қондыры, менің арнама қош келдіңіздер. Көңіл күйлеріңіз қалай, жағдайларыңыз қалай, жағдайларыңыз жақсы ма дегенім ғой. Короче достар, бүгін мәттігедей ауылдамын, өшім жителдермен анау бірдеңе болып кетті да, өстіп үйіме қарай қайтайын деп жатырмын достар. Короче, ауылда бүкіл жұмыстарым бітірдім, огородтың бәрін істедім, егіндерімді ектім. Вроде болды ойдың барлығын бітірсек, все, барлық заттарым түгел сияқты. Так, қалған жинаған ақшаларым қойып қойын, үйдің документтері, так, күліш өзімде тұра берсін. Қазір мен сәл кітап оқып алайын ба, не істеймін өзі? Или не істейміз бүгін деген, что-то іш пысып кетті бар ғой, ауылда ештеңе отқан жоқ, особо ештеңе бір қызық кетіп қалған сияқты осы ауылдан бар ғой. Или басқа ауылға өшкен бана жителдер әлі тұрмақ құрсыншы. Так, барып, сәл ноутбукта отыра тұрайын. Так, опа, не отыр ноутбукта? Ноутбукта да дым жоқ па? Так, дым жоқ екен, кеттік далаға шақ шодан да бар ғой достар. Далаға қарай шығып, ойбай, мынау қайсысы тағы? Сен кімсің тағы? Мынау қайсысы? Жоқ там, сен кімсің? Мынау қайсысы достар, қараңыздар, крипер не істеп жүр бұл жақта? Мынау қайсысы деген жоқ, мен кәдімгі крипермін ғой. Танымай қалдың мені. Мен саған келдім короче деген. Не үшін келдің маған? Не болып бірдеңе болып қалды ма? Сен деген басқа жақтарда өмір сүретін едіңдер ғой. Не, мені ауылым жаруға келдің бәлде? Жоқ, ауылым жарып не қылам мен? Керек емес сендерің ауылдағы маған дымға да қажет емес. Короче, менің артынан жүрші, мен саған күш нәрсе көрсем. Не, жүруім керек па не? Сен артынан жүруім міндет па не? Жүрмесең де мен саған бірдеңе көрсетейін деп жатырмын. Не болды сонша қатайып қалдың? Мен жақсы крипермін, мен криперлердің арасында ең жақсы крипермін деп айтсам да болады енді. Қалай жақсы крипер? Мен жақсы криперді көрмегем достар. Сіздер жақсы криперлерді көргенсіздер ма? Мен сенбеймін сені дәлде. Құрсыш достар, қоя берші, бәрі ішім пысып отырады. Қайға бару керек? Артынан жүрсең болды, өзім апарам, в общем, баратын жерге. Менің артынан жүрсең болды, жүрмей саған күшті сюрприз көрсетем. Жарайды, барайын, барсақ барайық, ал апар. Сен жоса қандай сюрприз бар сенде өзі? Тағы бір жармақшысың ба маған қарай? Қоя берші достар. Как раз ішім ұрмай, қоқсын ба? Болды, барам, болды. Чо там қақа бардың? Қақа? Сен не отыр, мынау жителді қараңыз ұсына, крипер. Чо за сундук мынау? Крипер не мынау? Не мынау? Короче, мен сундугым саған арнау осы жерге қойып қойдым. Короче, сен деген осы сундукты қарап көрші. Мен саған ішінде деген көп заттар бар, короче. В общем, бар емес па? Қазір айтам, в общем деген. Так, не істейін деп жатыр едім. Все, болды. Короче, Хонрей, сен мына сундуктағы заттарымды маған оценить етші. Короче, мен деген осы заттарды жинадым. В общем, менің короче, криперлердің ұстайтын заттары ғой. Короче, сен деген көп нәрсе білет дейді, сондықтан сен қарап көрсең болады. Қарап көр дегенде, мен есігім сындырып жібергесін ба сен? Жарайды, қарасақ қарап көрейік онда. Так, қалай? Ашайын ба сонда, ішін ашып көрейін ба? Ашып көре бер. Жарайды. Достар, давайте айнаға тілгеліп қойықшы, тезлік, ана подписаться деген кнопканы басылып беріңде қып-қызыл болып тұрған. Сон басылаңыздар сіздер, классавчиксіздер. Давайте достар, тезлік ал. Кім мынау? Кім? Қазір мен сені жеп қоям, тезірек арнаға тіркел. Болдым саған тіркел бол. Қазір мен сені бірге. Достар, тезірек арнаға подписаться деген кнопканы басып кетіңіздер достар. Өйткені деген бізге нубикке көмектесу керек, оны анжақта жаман біреу ұстап алды достар. Тезірек арнаға подписаться деген кнопканы басып, лайк басып кетсеңіздер достар, өтініш. Давайте онда мен кеттім, ал сау болыңыздар. Қой, сен мен алдап тұрған жоқсың ба? Қазір ішілін тағы ашқан кезде астынан динамит атылып, сен маған троллинг жасайын деп жатқан шығарсың, қайдан білем. Құры бар, миымды ашытпа, короче. Қумашын не болды сонша қорқақ десе? Қорқақ емес, мен просто безопасность деп бұны қазір ауылдың бәрі жалып кетсе ғой, астында ештеңе жоқ па? Онда қарап көрейін, астында ештеңе жоқ па? Так, достар, чота не бар, астында бірдеңе бар сияқты ғой? Мәшіне астында ештеңе жоқ, мінекей. Ойбай. Құрсын. Түсіп кетті ма? Қоя берші достар. Так, все, орнына қояйық. Тым жоқ екен, динамит жоғын жарайды. Ашып көрсек, ашып көрейік. Не болды соншама, ішінде не бар екен? Да,
Сонда криперлердің сылайтын заттары ма? Немене мен оны бірінші рет көріп тұрмын. Мынау не бәле? Деревянский свиток, сендер мынандай нәрсені де істейді. Бәрін ала берсем бола ма? Иә, алып көре берсең болады. Жарайды, достар, давайте аямай лайкты бітіріп ана подписаться қызыл кнопка басып кетіңіз, достар. Мен қарап тұрмын, сіздер әлі тіркелмейсіздер арнаға. Сондықтан арнаға тіркеліп кетіңіз, подписаться деген кнопка тұрады. Соны басып кетіңіз және комментария жазып кетіңіздер. Өз аттарыңызды мен подписчиктер тақталысына сіздердің аттарыңызды жазамын. Ол үшін арнаға тіркелсеңіздер болды және комментарияға өз аттарыңызды жазып кетсеңіздер болды, достар. Короче, мен мына сундукты қазір ашамын, достар. Ал сіздер арнаға тіркеліпсіздер, мен бұл сундуктар ашып қойдым, айтпақшыдай, достар. Ашып қойдым, достар. Өшім көрейік, ал мына заттарымды былай қойайын да. Так, мына заттардың бәрін алайық, достар. Қазір бәрін оценка беріп шығатын боламыз, достар. Текс. Бірінші неден, давайте, допустим, динамиттен бастайық, обычный динамиттен бастайық, достар. Мынау динамит, кәдімгі динамит, достар. Қараңыздар. Так, күте тұру жерде мен қазір жарық көрсетеймін көрермендерге, достар. Так. Нәрге опа дейміз, достар. Ауылдың шетіне қарай жарамыз қазір. Опа дейміз қазір сіздерге көрсетейін. Динамит бәріңіз білетін шығарсыздар, қалай жарылатынын бүкіліңіз білетін сияқтысыздар. Көріп тұрғандарыңыздай, динамит, обычный динамит, мынау осы огнемет, короче, солай. Криперлер осындай зат істейді екен ғой, сонда өздері де жарылады, еще динамит істейді, достар. Так, ішіне салайық, достар. Такс, ал қалғандарына кеттік, достар. Ал, так. Мынау не бәле? Огненный заклинание дейді. Мынау не бәле, крипер? Ол біздің заклинаниеміз, көреріз деген осы арамызда бұрынғы заманда біз деген аталарымыз осындай бір заклинаниялар қолданған, бірақ қазіргілер ешқандай бұндай заклинание ешқандай қолдана алмайды, өйткені қалай қолдану екенін білмейді. Мә, сондай ма? Дым түсінбедім, короче, не айтқаным бар ғой? Заклинание дей ма? Өйткені бұны қалай ешкім қолданамайтын сияқты ғой, да? Кәдімгі дей ма? Қоя бер онда, ішінде салайын, өте керемет екен, бірақ сыртына қарасақ. Ал мынау не? Сапфир дей ма? Мынау не бәле, крипер, а? Бұл деген сапфир, біздің общем бұрынғы заманнан бері көп адамда осындай сапфир деген нәрсе болады. Осы общем барлықтарымыз просто ұстаймыз, просто негізі бұл әдемі көрінеді екен. Әдемі көрінетін көріп тұрмын ғой енді. Жарайды, допустим, іште салайық, допустим. Сапфир дей ма, білмеймін, вообще. Мынау не бәле, бронзовый слиток дей ма? Бұндай да бар ма не? Да, ну да, бронза масында. Жарайды, бұны түсіндік енді. Бұнда салсақ, мынаны білем, огненный порошок, бұны деген аттың ішінен алады, достар. Аттың ішінен осы өлтіріп, біреулерді өлтіріп алуға болады. Так, еманияқты чоза заттар, қараңыздар, достар. Так, қазір күте тұр крипер. Ал, ойбай, мынау не бәле? Так, все болды. Так, медальон дейді. Мынау не бәле? А? Медальон. Мен бірдеңе істеуге бола ма? Дым түсінбедім. Бұны өзінде білмейді екен медальон. Көбісі осы криперлердің криперлердің азғантай түрлері осындай медальон тағады. Білмеймін не үшін тағатын бар ғой. Жарайды, онда мен өзіме тағамайын ба бұны? Ал өр екен еще бар ғой, мұны не аламын, мойныма осы қасып қойып. Наны білем, достар, мынау ататын ғой, так, қалай ататын еді? Опа, өйстіп атады ғой айтпақшы. Так, қалай лақтыратынын ұмытып қаптым. Короче, достар, түсінікті. Мынау не бәле, темный заклинание дейді. Сендер осындайлар қолданасыңдар ма? Бұндайды біз деген осы короче деген қалай айтсам, демондар бар емес па? Демондар қолданады. Біз де осындайдан демондардан сұрап алған болатынбыз. Біз негізі демондардың жақтарымыз ғой біз деген. Сондықтан осындай заттарды ұстап қолданамыз. Не дейді олар? Құрсы тастайық. Так, мыналар немене бәле? Так, мынау не бәле? Фу, не сасып отыр ма? Или мынау кәдімгі бірдеңе ұқсап тұр ғой. Мынау не бәле, крипер? Бұл деген адамның жүрегі ғой? Құрып жүрек. Ойбай. Жүрек па мынау конкретно? Ойбай, құрсыныз. Наны донор қылып біреуге бермедің ба? Ойнап айтам. Так, мынау слиток дейді, деревянский слиток. Қойшы болды. Тастайықшы бұны да. Мынау не, ледоны заклинание? Түсіндік, барлығы әдемі екен. Болды ма? Оценка бердім, өте керемет екен. Сізді криперлер адамдардан мықты заттар ұстайды екенсіңдер ғой? Білгем. Саған тағы да бір сюрпризім бар. Ана жақта бір тесік бар, сол жақтағы тесікті көріп кетсең, күшті болар еді. Қаяқты, қандай тесік ол, мына ма? Мен ешқандай тесік көрмедім ғой. Сен жарған жердің түбінде лайық су өзі дайын тұр. Мен тура сол жер жарған екем да, мен достар, қараңыздар, не дейді? Жарайды, барайын, ол не бар ояқта соншама? Қазір барам онда. Жарайды, қазір барам. Сен деген негізі жақсы крипер екен. Сен сияқты жақсы криперді мен өмірімде бірінші рет көрдім. Достар, қараңыздар, өте керемет крипер, өте көрдіңіздер ма? Ең жақсы крипер. Бұл деген маған тиіскен де жоқ, дымда ешқандай қастандық жасаған жоқ, көрдіңіздер ма, достар? Осындай криперлер сіздердің алдарыңызда бар ма, достар? Көрдіңіз, өйстіп мақтап кетсеңіз, достар, аналар әлі құрсыз тұр ма, достар? Құрсыншы. Неқта дедім, осы жақта шығар, да? Мен жарған жерде деді. Так. Осы жер ма? Тым жоқ қой, нерді, мына тесік емес па? Ойбай, мына тесік ау дейм, Роди осы тесік сияқты, Неға түстеп тұрма сонда маған? Құры бар, түспейм, миымды ашытпа.
Көрдіңіздер ме достар, түспеймін, бірақ бір подозрительный болып тұрған сияқты да. Қоя берші достар, бұл жақсы крипер ғой, айтпақшы. Қазір мен заттарымды алып түспесем болмайды достар. Қазір мен оған көрінбей заттарымды алып түсейін достар. Қазір мен нарықта бір заттарым бар. Так, скиркамызды алайық, нарықтағы құпия заттарымызды алайық достар. Так, менің өте керемет балған бар осындай. Және киімім басқа қандай заттарым жоқ достар. Осыларды аламыз да, қазір барна жаққа түсеміз достар. Өйткені ол жақ опасно болуы мүмкін. Мына криперді мен алдап кетпейтін шығар, ондай сатқан адамға ұқсамайды. Жақсы, онда крипер, мен кеттім осы жақта. Испытание ма, бір бөле деді ме, не деді жаңа? Допустим, кеттік ал, допустим, кеттік. Маға бәрі-бір. Так, все, болды, бәрі дайын. Ойбай. Так, давай достар, аямай лайктарыңызды басыңыздар, арнаға тіркеліңіздер. Главное, арнаға тіркелсеңіздер достар, сірәлі тіркелмейсіздер де, тіркелмесеңіздер, не үшін көріп отырсыздар деймін. Ойбай, құрғар. Ойбай, болды, тиіспеңіз, болды. Ойбай. Не істедім мен саған? Аш. Мынау қуады ғой крипер, айуан. Мә, достар, өлтіріп сат. Қайтадан келу керек ма? Мә, достар, мен қайтадан келдім. Анау крипер, айуан. Көрдіңіздер ме достар? Ана крипер мені өлтіргісі келген ғой, примерно мен оны жақсы деп бағанан бері мақтап атсам достар, ол мені сатып кетті достар. Көрдіңіздер ме, мен бұндай нәрселерге сенбеңіздер, ендігіде бұндай нәрсеге ешқашан сенбеңіздер. Мен кәдімгідей алданып қалдым. Мен оны жақсы крипер деп ойласам, ол мені өзінің атасы сияқты өте дәу мутант криперге алып келген ғой достар. Қараңыздар, мынаны қырыз аямай өлтіремін достар. Көрдіңіздер ме, қазір мен бұны аямаймын. Так, құры бар. Не тиісіп жатыр маған? Так, құры бар, немене тиісіп жатыр маған? Мә саған. Все, достар, өлтірдік. Ема. Кәдімгідей ма, достар? Құрсын, достар, шайық мына жақтан құрып кетейік, мына жақтан тезірек құрып кетейік. Қалай кетеді мына жақтан? Мә, кәдімгідей алдап кетті ғой достар, мен деген кәдімгідей сеніп қалыптым достар. Құрсын, кетейік ана крипердің. Қазір жанын шығарам. Қазір мені ол мені өліп қалды деп ойлап тұрған шығар достар. Олар мені өліп қалды деп ойлап тұрған шығар. Мен оған қазір криперге көрсетем достар. Қазір оған көкесін көрсетем достар. Сондықтан да қанса көріңіздер. Қазір мен оған сазайын берем ол крипердің бар емес. Так, не істеп жатыр мына крипер? Анерде тұрма, мені өліп қалды деп ойлап отқан шығар ол достар. Қараңыздар. Ема, қараңыздар. Мә, ана Хонри өліп қалған шығар өз. Кәдімгідей алдап кеттім ғой. Көрдіңіздер ма достар? Анау мені өліп қалды деп тұр, құрсын. Анау қашып бара жатыр. Мә достар, бергіле деймін. Так, бергіле. Ойбай, не деген бәле мынау? Мә. Қаға жоқ көтті анау. Анау достар. Қаға кетіп қалды анау? Достар. Достар, жоқ кетті ана крипер кәдімгідей. Мә, заттар қап кетті, бірақ достар, допустим, біз заттардың бәрін алайық. Ол деген арамы қарсаш мені. Жақсы адаммын деп алдап кетті ғой, мен көріп тұрғандарыңыз достар. Құрсын. Үйге қайтайық. Осындай адамдарға сенбеңіз достар. Бұлар деген кәдімгідей алдап кетеді. Осындай деген көшім, бұндай криперлерге сенбеңіз достар. Көрдіңіздер ме, мен қалай алдап кеткен? Мен деген кәдімгідей сеніп қала салғам ғой достар. Так, ема сыймай жатырмын ба? Киімдер шешем ау деймін. Неден сыймай жатырмын сонда? Все, болды достар. Қазір мен крипердің заттарын бәрін өзіме айтарып аламын достар. Қараңыздар. Мына заттардың бәрі енді мен чоза жүрек достар. Жүрек ешкімге керек емес достар. Жүрек керек адамдарға комментарияға жазып кетіңіздер, мен жүрек берем достар. Жүректеріңіз ойнап айтып жатырмын. Сен қалмаңыздар, прикол, бәрі прикол. Короче достар, бүгінгі видеода көріп тұрғандарыңыздай мен ауылда осы жителдермен жүрген кезде бір крипер, белгісіз бір крипер келіп, менің үйіме келіп, как будто ол жақсы адам ұқсап маған жалынып, сөйтіп мына жаққа алып келіп, өзінің заттарын көрсеткен болатын. Соңында тағы да бір задание қойып, мына жақтан бір өзінің атасының сияқты бір қақта? Ол да жоқ болып кетті ме? Ну достар. Короче, аяқта біреуді өлтірдім. Короче, ол мені өліп қалды деп ойлаған кезде өзі қашып кетті достар. Үшін одан кейін барып өзінің заттарын бәрін алып қойдым. Енді ол менен ешқашан заттарын аламайды. Сондықтан осындай видео болды. Арнаға жазылып, лайктаңыз, пытырлатып басып кетіңіздер. Міндетті түрде арнаға тіркеліңіздер достар. Міндетті түрде тіркеліңіздер, тіркелмей көрмеңіздер достар. Сондықтан ал сіздермен бірге болған Хонри, амантар түскенше сау болыңыздар. Денсаулықтарыңыз мықты болсын. Давайте.